Сәлеметсіздер ме? Ақтөбе жоғары политехникалық колледжі автоматтандыру және басқару бөлімі арнайы пән оқытушысы Медиев Нұрдәулет. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз жұмыс шарттары. Ең бірінші ол бізде еңбек шарты. Еңбек шарты 15 мамырда 2007 жылы Қазақстан Республикасының нөмірі 251 еңбек кодексінде сәйкес 1-7 ай 2007 жылдан бастап жұмыс берушілер мен қызметкерлердің арасындағы еңбек қатынастарын реттейтін ресми құжат және еңбек кодексінің 28 бабы мен іс қағаздарын жүргізудің жалпы қабылданған ережелеріне сәйкес рәсімделеді. Еңбек шартының мерзімі. Жеке еңбек шартын жасасудың мындай мерзімдері болады. Белгісіз мерзімге жеке еңбек шартының уақыты көрсетілмейді. Белгілі бір мерзімге 1 жылдан аспайтын, істелетін жұмыстың аз уақытта атқарылуына немесе орындау жағдайына, сондай-ақ жұмыста жоқ қызметкердің орнын ауыстыруға байланысты 1 жылдан аспайтын белгілі бір мерзімге. Екі жақ оның барлық елеулі шарттары бойынша келісімге келген кезде жеке еңбек шарты жасалды деп есептелінеді. Жеке еңбек шарты кем дегенде 2 дана болып толтырылады және тараптардың қолы қойылады. Қол қойылған жеке еңбек шарттарының 1 данасы қызметкерге, ал екінші данасы жұмыс берушіге беріледі. Жеке еңбек шартының негізінде жалданатын қызметкердің еңбегіне ақы төлеу және материалдық көтермелеу шарттары тараптардың келісімі бойынша белгіленеді. Жеке еңбек шарты 16 жасқа толған соң жасалады. Жұмысқа қабылдау кезіндегі сынақ мерзімі. Жұмысқа алар кезде сынақ мерзімін белгілеу мүмкіндігі қарастырылады. Сынақ еңбек шартының міндетті емес шарттарының қатарына жатқызылады. Сынақ мерзімі қызметкердің оған тапсырылатын жұмысқа сәйкестігін тексеру мақсатында белгіленуі мүмкін. Сынақ мерзімі 3 айдан артпау керек. Егер сынақ мерзімі өтіп кетсе және екі жақтың бірде-біреуі жазбаша түрде екінші жақты жеке еңбек шартын бұзу туралы ескертпесе, шарттық әрекет етуі жалғаса береді және оның тоқтатылуына жалпы негізде жол беріледі. Сынақтың нәтижесі қанағаттанарлықсыз болса, қызметкер жұмыс берушінің келісімі арқылы жұмыстан босатылады. Қызметкер өз кезегінде жұмыстан мұндай босатуға сот тәртібімен шағымдануға болады. Қызметкерлерді маусымдық жұмысқа алған кезде тараптардың келісімімен сынақ мерзімін белгілеуге болмайды. Сынақтан өткізу шарты жеке еңбек шартында міндетті түрде көрсетілуі тиіс. Егер ол жұмысқа алу жөніндегі бұйрықта ғана көрсетілген болса, онда сынақ мерзімін белгілеуді заңды деп есептеуге болмайды. Өйткені бұйрық бір жақты ғана келісім, ал заң мұндай шарттар жөнінде жұмыс беруші мен қызметкердің келісуін талап етеді. Жұмыс берушінің бір жақты сынақ мерзімін белгілеуі бұл қызметкердің құқығын бұзғандық болып табылады. Қызметкердің сынақ кезіндегі еңбек жағдайы өзге қызметкерлердің еңбек жағдайынан өзгеше болмауы керек. Қызметкер ішкі еңбек тәртібі ережелеріне мойынсұнады, оның еңбек жалақы нормаларымен бағалауға сәйкес не еңбек ақы ретінде төленеді. Сынақ мерзімімен жұмыс істейтін қызметкерлердің әлеуметтік сақтандыруға құқығы бар. Сынақтан сүрінбей өткен қызметкерлерді жұмысқа түпкілікті алу жөнінде бұйрық шығарудың қажеті жоқ. Жеке еңбек шартының бұзу тәртібі. Жеке еңбек шартын бұзудың белгілі бір тәртіптері болады. Шартты бұзу жөніндегі бастаманың қызметкерлерден, жұмыс берушіден де және жауапты тұлғалардан да шығуы мүмкін. Өз ұсынысымен бастама көтеріп, еңбек шартын бұл туралы екінші жақты жеке еңбек шартында келісілген мерзімде жазбаша ескертуі қажет. Жалпы ереже бойынша бір жақтың екінші жақты ескерту мерзімі жеке еңбек шартын бұзған сәттен 1 айдан кем болмауы